Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында балаларыңыз сүйсініп жейтін мармелад дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписация батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: лимон қышқылы, дәміне қарай аз мөлшерде қосасыздар. Одан кейін желатиннің дәл осы халал түрін алыңыздар. Соктың кез келген түрін пайдалануларыңызға болады. Осы арнайы ыдысқа құйып шығаратын боламыз. Қантты да дәміне қарай 4-5 қасық қосамын. Ең алдымен ыдысымызға желатинді салып, үстіне 1 стакан сокты құйып, жақсылап араластырып, 20 минуттай тұндырып қоямыз. Енді оған дейін кастрюлемізге жарты стакан согымызды құйып, үстіне қантымызды салып, жай отта қантымыз ерігенше қайнатып аламыз. Лимон қышқылын аз мөлшерде салдым. Қалауыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Енді отымыздың астын сөндіріп, тұндырып қойған желатиннің үстіне құйып, жақсылап араластырамын. Осындай арнайы силиконды формаға барлығын құйып шығамын. Холодильникке 1 сағатқа қойып алсаңыздар, формасын жақсы ұстап тұрады. Мінекей біздің өте керемет мармеладтарымыз дайын болды. Дүкеннен сатып алып бергеннен осылай үй жағдайында сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менімен бірге видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алда әлі талай рецепттер саламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.